Республикалық әуесқой хоккейшілер арасында Магнитка 1 және Магнитка 2 командалар тартысты ойын көрсетті. Аталмыш кездесу ең нәтижелі өткен ойын болды. Металлургтер алғашқы командасы жарысқа бар күш-жігерлерін салып 14-0 есебімен жеңіске жетті. Ойын барысында Колесников, Суровцев, Боки және Радыгин ерекшеленді. Кездесудің екінші кезеңінде алаңға Бешіні және Майқұдық командалары шықты. Ойын барысында Бешіні командасы турнир кестесінің екінші орнында, ал Майқұдық командасы 6-шы орында тұрған болатын. Теміртаулық команда өзінің көшбасшылығын тағы бір мәрте дәлелдеп, қарсыластарын 7-4 есебімен жеңді. Турнирдің үшінші кездесуін Күміс Акулалар және Самарқанд хоккей командалары өткізді. Бұл кездесуде ешқандай жаңашылдық болмай, ойын бір қалыпты өткен болатын. Күміс Акулалар турнир кестесінде 3-ші орында тұрған Самарқанд командасынан 3-12 есеп шотымен жеңіліп қалды. Кездесу барысында Жданов, Пустовой, Царев ерекшеленді. Жастар және Снабженец командалары арасындағы кездесу турнирдің соңғы ойыны болды. Снабженец командасы турнирдің мықты командаларының бірі. Сол себепті бұл кездесуде олардың жеңіске жететініне ешкім күмәндамаған болатын. Снабженец командасы жастар командасын 7-1 есебімен жеңді. Бұл кездесуде Тян, Десниченко және Репков ерекшеленді. 6 турдың қорытындысы бойынша Снабженец хоккей клубы 1-ші орынды, Бешіні 2-ші орынды және Самарқанд командасы 3-ші орынды иеленді. Бешіні командасының ойыншысы Андрей Витюк турнирде жалпы саны 27 шайба кіргізіп, мықты спортшылардың қатарына ілікті. Ал Магнитка 1 командасының Сергей Радыгин атты спортшысы 13 шайба соғып турнир мергені атанды. Әуесқой хоккейшілер арасындағы қалалық чемпионаттың шешуші ойындары 5 және 9 желтоқсан аралығында өтеді. 9 желтоқсан жеңімпаздарды марапаттау сәтімен байқаудың жабылу салтанаты күтілуде.